Достар, егерде сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Күндердің күнінде Сүлеймен ибн Абдул-Малик деген мұсылмандардың әміршісі болыпты. Ол күнделікті 5 уақыт намазды үзбей оқитын. Сол үшін ол әр намаздың уақыты кіргенде есіне түсіру үшін арнайы азаншыны жұмысқа алады. Азаншы болса халықтың арасында тақуалығымен танылған кісі еді. Оның мұндай қасиеті Сүлейменге қатты ұнайды. Мұсылмандардың әміршісі Сүлейменнің көрікті әрі бойжеткен қызы бар еді. Оның сұлулығына жергілікті ер адамдардың барлығы тамсанатын. Содан бір күні Сүлейменнің қызы сарайдың ішінде әсемденіп жүреді. Оны көрген азаншының кенет ойы бұзылып, қызға ұзақ қарай бастайды. Сол уақытта ол іштей тәубесіне келіп, жаратқан Жаббардан ұялып, көзін дереу басқа жаққа бұрады. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Азаншының ұзақ қарағанын байқаған қыз қатты ыңғайсызданып қалады. Сосын оның қандай да жаман ниеті бар деген оймен дереу әкесі Сүлейменге мән-жайды барып айтып береді. Сүлеймен болса өте қызғаншақ адам еді. Ол қызының айтқанын естігеннен кейін қатты ашуланады. Тіпті азаншының басын кесуге бұйрық бергісі келіп кеткендей еді. Алайда алдымен азаншының ішкі мақсатын анықтап, ақиқатқа көз жеткізу маңызды еді. Оның үстіне ол азаншының халықтың арасында тақуалығымен танылғаннан кейін мұндай әрекетке баруына толықтай сене де бермейді. Біршама ашуын басып, Сүлеймен азаншыны сынамақшы болады. Сосын ол қызына былай деп бұйырады: сен ертең барынша әсемденіп, жақсы киімдеріңді ки. Содан кейін азаншыға барып былай де: сен кеше маған ұзақ қарағаныңды байқадым. Маған ойың бар сияқты. Жасыратын жоқ. Менің де саған ойым бар. Өзіңді сырттай байқап, ұнатып жүрген жайым бар. Егер маған деген қандай да ойың болса, сезімің болса, қысылмай айта бер. Мен енді алдыңа келіп тұрмын. Қалауыңды жасай бер. Ертесіне қыз барынша әсемденіп, азаншының алдына барып, әкесі айтқан сөздерді жайып салады. Мұны естіген азаншы қолын аспанға көтеріп: «Уа Раббым, өзіңнің көркемдігінен асқан көркемдік жоқ. Мені тек өзіңе ғана ғашық қыл» деп қолын түсіріп қызға қарап: «Келген жеріңе қайта кете беруіңе болады. Мен мұндай шайтанның айласына оңай алданатын жан емеспін» деп ешқандай сезімге берілместен қызды шығарып салады. Қыз болса ыңғайсызданған күйде үйіне қайтады. Ертесіне мән-жайды әкесіне айтып береді. Сүлеймен көп күттірмей азаншыны алдына шақырып, оған былай дейді: «Расында мен өз қызымды саған тұрмысқа бергім келеді. Оның үстіне қосымша 5000 дирхам беремін. Бұған не дейсің?» Сонда азаншы: «Уа мұсылмандардың әміршісі, сіздің қызыңыздың көрікті екеніне сөзім жоқ. Алайда мен өткенде оған көзім түскен еді. Сол сәтте өзімді тез жиып, жаратқанға бұдан бұлай сіздің қызыңызға деген ойымды әрі сезімді мүлде көрсетпеймін деп уәде бергенім бар. Мен енді ол уәдемді бұза алмаймын. Маған ренжи көрмеңіз» дейді. Сүлеймен оның қанша келісімін алуға тырысқанмен нәтижеге қол жеткізе алмайды. Азаншы Аллахқа берген уәдесінде қалады. Бұдан кейін Сүлеймен қарамағындағы сарай қызметшілерін шақырып, болған мән-жайды баяндап былай дейді: «Расында мен сол кезде ақиқатқа көз жеткізбей әрекет жасағанымда азаншының басын кесер едім. Алайда оның дінге берік әрі тақуа екендігіне тағы бір көзім жетті. Ендеше барлығыңды одан үлгі алуға кеңес беремін. Өйткені ол шын мәнінде шайтанды жеңген нағыз мұсылман». Осылайша Сүлейменнің азаншыға деген көзқарасы одан әрі жақындай түседі. Ол күнде оның 5 уақыт намазда шақырған әсем азаннан рахат алатын және жүрген жерінде оның тақуалығы туралы ұдайы айтып жүруді әдетке айналдырған екен.